Ай мектеп. Дана, не қарап отырсың? Бізге мұғалім демалыста көркем әңгімелер оқыңдар деп тапсырма берген еді. Мен интернеттен қазақтың таңдамалы әңгімелерін іздеп отырмын. Дұрыс па? Дұрыс. Қане көрейік. Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні», Ғабит Мүсіреповтің этнографиялық әңгімесі, Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» әңгімесі. Аға, неге бір жерде Мүсіреповтің, екінші жерде Мүсіреповтің болып жазылған? Демек, екеуінің біреуі қате. Қайсысы қате екенін анықтайық. Ол үшін мен саған буын үндестігін түсіндірейін. Дана, буынды қандай дыбыстар жасайды? Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай қалай бөлінетін еді? Жуан, жіңішке. Ал үндесу деген сөз ұқсау, бірдей болу, үйлесу деген сөздермен мағыналас. Сонда буын үндестігі деген сөздегі буындардың, яғни дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болып бір-біріне ұқсауы. Мысалы, әкелерімізге деген сөздегі барлық дауыстылар жіңішке, ал аналарымызға деген сөздегі дауыстылар бірыңғай жуан. Бірақ тілімізде кітап, мұғалім сияқты басқа тілден енген немесе Ербол, Айгүл сияқты бірігу арқылы жасалған аралас буынды сөздер кездеседі. Қосымшалар мұндай сөздерге соңғы буыны жуан болса, жуан, соңғы буыны жіңішке болса, жіңішке болып жалғанады. Мысалы, кітаптарымыздың, мұғалімдеріміздің, Ерболға, Айгүлге. Сондықтан, осы соңғы буынға ұқсау заңдылығы буын үндестігінің ережесі болып есептеледі. Тілімізде буын үндестігіне бағынбайтын, яғни жуан немесе жіңішке сыңары жоқ аздаған қосымшалар да бар. Олар мен, бен, пен, нікі, дікі, тікі, пас, қор, қой, кер, гер, кеш, тай, тал, хана және адам тегінің орысша нұсқаларында жазылатын ин, ина, ов, ова, ев, ева қосымшалары. Бірақ егер де осы қосымшалы сөздерге қосымша жалғанатын болса, ов, евке аяқталатын кісі тектерінен басқасына үндестік заңы бойынша соңғы буынға қарай жалғанады. Мысалы, Астананікілер, өнерпаздар, еңбекқорлар, сәнқойлар, талапкерлер, қаламгерлер, арбакештер, сезімталдар, көкетайлар, емханалар, салғариндер, қарабалиналар, ахметовалар, қарабаевалар. Ал ов, евке біткен кісі тектеріне жалғанатын қосымша бұларға қарай емес, олардың алдындағы буынның жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, Мүсіреп деген сөзде е жіңішке, сондықтан Мүсіреповтер. Құнанбай деген сөзде а жуан, сондықтан Құнанбаевтар болып жалғанады. Демек, мұнда Мүсіреповтің, Әуезовтің болып жазылады екен. Мен Ғабит Мүсіреповтің «Ананың анасы» әңгімесін оқиын. Қайталайық. Буын үндестігі. Қазақ тілінің сөздері не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке дыбысталады. Мысалы, әкелерімізге деген сөзде барлық дауысты жіңішке, ал аналарымызға деген сөзде дауыстылар бірыңғай жуан. Тілімізде кітап, мұғалім сияқты басқа тілден енген
немесе ер-бол, ай-гүл сияқты бірігу арқылы жасалған аралас буынды сөздер кездеседі. Мұндай сөздерге қосымшалар соңғы буын жуан болса жуан, соңғы буын жіңішке болса жіңішке жалғанады. Мысалы, кітаптарымыздың, мұғалімдеріміздің, Ерболға, Айгүлге. Сөздің соңғы буынының жуан, жіңішке болуына қарай, қосымшалардың да бірыңғай жуан, не жіңішке түрде жалғануын буын үндестігі дейміз. Тілімізде буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар да бар. Олар мен, бен, пен, нікі, дікі, тікі, паз, қор, қой, кер, гер, кеш, тал, тай, хана және адам тегінің орысша нұсқаларында жазылатын ин, ина, ов, ова, ев, ева қосымшалары. Ов, евке аяқталған кісі тектеріне қосымша бұларға қарай емес, олардың алдындағы буынның, яғни түбірдің соңғы буынының жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, мүсіреп деген сөзде соңғы буындағы е жіңішке, сондықтан Мүсіреповтер. Құнанбай деген сөзде соңғы буындағы а жуан, сондықтан Құнанбаевтар болып жалған.